Бауыр котлеті өте қарапайым және оңай түрде дайындалатын бауыр котлетін дайындауды ұсынамын. Керемет дайындау тәсілін жіберіп алмау үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Котлеттің ортасы толық піскен, өте дәмді және серпімді болып шығады. Қуырылған котлеттерді күрішпен, макаронмен немесе жаңа піскен көкөніспен ұсынып дастарханға беруге болады. Бізге керек өнімдер: жарты килограмм бауыр, оны жарты сағат бұрын тұзды суға салып қоясыз, тазалап алыңыз. 1 дана сәбіз, 1 дана пияз, 1 дана картоп және 3 тіс сарымсақ аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз, 3 ас қасық өсімдік майы, 2 дана жұмыртқа, 1 кесе сүт және 150 грамм ұн. Ең алдымен ертартқыштан немесе осында блендердан біздің бауырды өткізіп аламыз. Оны үлкенірек ыдысқа саламыз. Одан кейін біздің көкөністерді саламыз. Ең алдымен картопты осылай өзімізге ыңғайлы қылып турап, оны блендерге саламыз. Келесі сәбізді де осылай ұсақтап турап аламыз да, оны да блендерге саламыз. Және пиязды бірнеше бөлікке салып, оны да блендерге саламыз. Қоса 3 түсті саламыз да, жақсылап блендерден өткіземіз. Сақталған көкөністерді бауырымызға қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, 3 қасық өсімдік майы, 2 дана жұмыртқа, 1 кесе сүт, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 150 грамм ұнды барлығын саламыз да, жақсылап араластырамыз. Бізде түйіршік қалмау керек. Міне біздің сұйықтық дайын, ол дәл осы видеодағыдай болу керек. Одан кейін котлеттерді құятын табамызға котлетіміз батып тұратындай өсімдік майын құямыз. Ас қасықпен бір-бірден осылай формасын келтіріп салып шығамыз. Міндетті түрде майымыз қызған болу керек және орташа отта қуырамыз. Котлетімізді қызарғанша қуырамыз, одан кейін екінші жағын ауыстырып, екінші жағында қызарғанша қуырамыз. Достар, YouTube платформасында қазақ тілінде рецептердің дамуына себеп болу үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәл осы процесті сұйықтығымыз біткенше қайталаймыз. Бауыр өте пайдалы өнім. Оның құрамында В дәрумендерінің В1, В2, В12, сондай-ақ аскорбин қышқылы, А витаминдері бар. Міне біздің бауырдан жасалған қуырылған котлеттеріміз дайын. Олар өте дәмді және мерекелік дастарханға да ұсынуға болады. Үлкендерге де, кішілерге де өте пайдалы ас. Міне іші толық піскен, өте дәмді, керемет болып шығады. Ыстықтайды және суықтайды жеуге болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыз.